的是爸爸想陪着你一起长大。Балалықтан даналыққа. Ер жігітті білесіздер. 30-да зыр жүгіріп тыным таппай, ақылы толыспай, күш қайраты жетпей. Мен Сунчан және Соңданан үшеуміз мектептен бері доспыз. Мектеп бітіргелде 10 шақты жылдың жүзі болды. Дей тұрғанмен, біз жиі кезігіп тұрамыз. Әркімнің өз алдына жұмысымен тірлігі болғанмен, достығымыз сол бәз баяғы деңгейінде қалды. Сол себепті бүгін біз өзімізге ұнайтын волейбол жарысын тамашалауға келдік. Бірақ көкейімізді тескен бұл емес. Бүгін үшеумізде әкетандық. Сол бір сырбаз жігіттіктен әке дейтін сырға толы бейнені сомдауға талпынып жүрміз. Еркектер есемей тек қартаят дейтіндер де баршылық. Әке болған адамның өз деңгейі болғаны жөн, яғни әрқандай ортада өзін үсте алу керек. Кеуден соқтан бойын алыс ұстағаны жөн. Ал 30-да қамал бұзатын әкенің міндеті тіптен ауыр. Бірден ақыл тоқтатып діттеген мақсатына жету үшін көп күш жұмсауға тура келеді. Өй. Цуй директор түстен кейін сағат 3-те Күнтай қонақ үйінде жиналыс. Жаным ау, сені алдайын деген ой менде болған емес. Суженің бар екенін айтпаған себебі, мен оны сатып кете алмаймын ғой. Ол кеше менің кездесуім бітпей жатып телефон шалды емес пе? Ол маған мені банктен алып кет, әйелің айтпай қой деді. Әйелмен жасыратын несі бар екен деген ой, сол кезде-ақ маған сап ете түсті. Сөйтсем ол бір қызбен кездеспекші екен. Әлгі бейшара қыз шошығаннан зым-зия жоғалып кетті. Осы Сужен маған бір пәле болып жабысты. Қане, кел қолыңды созып ке ғой. Тез, кеш енді. Қане? Аяқ киімімді кигізші. Қазір кигізем. Психологиялық тілмен айтқанда, адам сөйлеген кезде көзін жыпылықтатып, екі қолын ысқылай беретін болса, онда ол қалай өтірік айтсам деген оймен әлек екенінен дерек береді. Оған қоса адам өтірік айтқан кезде екі бетінің қиюы қашады, сөзінің ритмі бұзылады. Бірден әуенін көтеріп, ыңғайсыз жағдайдан шығудың жолын іздейді. Ой, садаған кетейін ау. Мен мұнда ағымнан жарылып, ақтарылып тұрсам, сен қайдағы бір психология туралы айтып кеттің ғой. Мұнаның 225 граммы 22 юань 50 тиын. Онда 1 граммы 0,11 тиын. Ал мұнаның 225 граммы 21 юань 60 тиын екен. Онда 1 граммы 0,196 тиын. Сонда... Өй! Данан. О, Додо, тез түші, өрмелеп қайда шығып барасың? Қане, Данан, саған айтайын деген бүгін жұмысым шығып тұр.
Қызымды қарай тұрасың ба? Өтінем. Қарай тұрасың ба? Бос емеспін. Ерен базарда баға жеңілдігі болып жатыр екен. Қызыма керек жарақ алайын деп сонда жүр. Жарайды. Міне, Сунчаңда телефон қайтарды. Ол Кунтай қонақ үйінің қасында ғой, соған айтып көрейін. Тоқтай тұршы. Қайда барам дедің? Кунтай қонақ үйіне. Әрине. Сен үшін бәрін тастап барам. Күте тұр. Қазір келем. Келістік, сонда кездесеміз. Сунчаң? Сүт алдың ба? Алмайтын болдық. Бағасын түсіріп жатыр ғой, неге алмаймыз? Басқа жақтан арзан емес екен. Кейін алармыз. Сүйжін телефон шалып жатыр, баланы сонда алып барам. Мүмкін тамақ ішіп келерміз. Тамақтан басқаны білмейсің. Бүгін тағы мен қонақ қылайын. Міне, Сүйжін ағаларыңа дастархан жайған ұнайды. Бүлдірді. Не болды? Жіберіп қойды. Не? Сиіп қойды деймін. Неге үйретпейсің? Не деген сөзін көп тез әкелші. Міне қағаз. Қалағаныңша істете бер, мен мұны әлгінде қонақ үйден сатып алғанмын. Қызым өсіп қалғансың ба? Мен көтере алмайтын болған екен ма? Сүйжен, қызыңа үйретсең болмай ма? Қойсаңдар шенді болды. Жарайды. Келе қой, мұнда тұрыңдар. Осы сендердің банктерің аптаның соңында да дем алмайтын несі? Саған келмей қой дебім ғой. Сенде жұмысым болған соң келдім. Жауабың қайда өзі? Кейін айтам. Сендер мен күте тұрыңдар. Сөйлесе салып шығам. Бұдан кейін сыртқа шығарда Дудуға жаялық салып, үйде жүргенде тосып үйрет. Қазір біз қайда барамыз? Бильярдқа ма жоқ, шай ішуге ме? Сендер қоясыңдар ма жоқ па? Қазір біз қайда барамыз? Бильярдқа ма жоқ, шай ішуге барамыз ба? Суға жүзуге барсақ қайтеді. Күнде жаттығу залында жүрем деп әбден жалығып кеттім. Семіз аға бүйте берсем, мен де сен құсап кетермін. Менің жаттықтырушым сені залдан көрмедім деп еді ғой. Үлкен залда нең бар? Одан да менің сыйлы қонақтар бөлмеме келсеңші. Сенің ана бүйрегіңнің, беліңнің ақауларын қазір мен суға жүзген кезде қалай емдеу керектігін үйретем. Сен екеуің жақсылап жаттығып қайтыңдар, балаларға мен қарайым. Осы орайда мен де балаға қарауды үйреніп алайын. Адам емессің, бар ғой. Балалар, болыңдар, тез шығыңдар. Сомкам таста. Мә, тез, ұста. Жүріңдер, тез. Дуду, келе қой, қане? Шалбарын ауыстыра салшы. Жарайды, білем. Жүре қой, тез. Сұлу әпкені көреміз. Қане? Бұл 2010 жылғы шарап. Тұманды Альбионда жасалған. Бұл енді сіз сияқты сымбатты сылқымға арналған десе болады. Кешіріңіз, жігітім бар. Оқасы жоқ, мен көгілдір емеспін. Жігітіңізді тартып алмаймын. Сізге бір бокал құйып берейін бе? Рахмет, керек емес. Жарайды, мазаламайын. Жақсы, қазір кезігеміз. Мұнадан бір қорап, 2 тауық, 3 капучино кофесі, 2 түрлі салат, 2 Италия кеспесі, 1 қаттама, жарты жапырақтама сиыр еті, 1 хамбург. Мен үшін таңдау жасайтын сен кім едің? Маған елге қайтуға болмайтындай себеп не? Түсінбедім. Мен жұмыс тауып алдым. Оның ісіне ертеңге шақырып жатыр. Сен неге маған сенбейсің? Мә. Рахмет. Жақсы қызмет көрсеткеніңізге тағы да рахмет. Евро. Таяудан бері жұмыс басты болып кеттім. Бүгін сені аяқ астынан шақырып, демалсыңа нұқсан келтірген жоқпын ба? Жоқ, ештеңе етпейді. Кел мұнда, жайғас.
Дадик серіктестігін аурухана, қонақ үй және ақпарат серіктігі бар екен білем. Естуімше соның бәрінің жұмысын өзіңіз бас болып қадағалап жүреді екен, сондықтан уақытыңыз жетпей жататына қалыпты құбылыс. Қай бір жетіскеннен жүр дейсің? Мен де қазір осы серіктестігінің көптеген жобасына жалғыз өзім бас көз болып жүрмін. Қашан шақырсаңыз да дайынмын. Қай кезде болса да. Міне, әлем картасы. Дуду қайда? Ана жақта. Сужен, мына ақымақтың қиялына қара. Осы саған инженердің көмекшісі болып обал болып жүрген жоқ па? Сендермен бірдеңені ақылдасайын деп ем. Сужен, мен алдымен айтайыншы, менікі сенікінен маңыздырақ. Ертең сен жежеңді көргенде сен екеуміз сенің компанияда болдық. Сосын жауымың келді дей салшы, жарай ма? Оған жауымыңды неге араластырып жүрсің? Білем, бірақ аузымнан шығып кетті. Таяудан бері анти-сынаққа төзу қабілетім төмендеп жүр. Жауыммен ажырасып кеттім. Не? Ажырастың ба? Қашаннан бері? Бір айдың алдында. Ол кеше Америкаға кетіп қалды. Тоқтай тұр, сенікі заңды түрде ме, әлде мыналар сияқты баланың ойыны бақсының жыны ма? Заңды түрде. Кімнің ақылы? Жауымыңның. Баланы қайттыңдыр? Маған тән болды. Үйді ше? Маған ештеңе керек жоқ. Әке шешең біле ме? Айтуға дәтім жоқ. Онда Додоға кім қарайды? Әрине мен. Енді сен Дудуды жұмысқа көтеріп барасың ба? Бала қарайтын адам табамын. Екінші айналма жолда үлкен үйді бере салған несі? Соны айтам. Ол қатынның бағы зор Бәлкім екен. одан артығы табылып қалар. Екеуің дәл осы кезде маған әйел туралы айтпаңдаршы. Уаң Бекеш, біздің тамаша жобаларымыз бар. Қазір сізге бір-бірлеп түсіндірейін. Жарайды. Жүріңіз. Рахмет. Неге телефонды алмайды? Қазір қызым келем. Телефон алмады. Бұл балады. Жарайды, міне кеттік. Жылама. Жаным, Рахмет. мен бүгін дәрігерге бардым. Менің босанатын күнім желтоқсанның 3 деп есептеп берді. Сенің межең шипагердікімен бірдей шықты. Мен жаратылыстанушы емеспін бе, есептеп шықтым. Енді баламыз екеу болатын болды. Сондықтан қаражатты ұқыптап істетуіміз керек. Лампадан тартып, көлікке дейін сапасына мән бергеніміз жөн. Сапа демекші, мынаған қарашы. Мына ұрылған көліктің қандай көлік екенін білесің Ол бе? қандай көлік? Шөян ғой. Құдайым-ай, неғып жіберген өзін? Керексіз темір болып қала Ал берді. оны қандай көлік соғыпты? Кю-кю. Қараш өзің, кю-кю. Сырының кішкене жері ғана кеткен. Шөянның сапасы жақсы, керемет көлік деп жүрсем, мынаны көргенде барып тек мақтауын асырып жібергенін түсіндім. Өзің қандай көлік аласың, бір байламға келсеңші. Көлік туралы ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Жарайды. Дуду? Ойбай. Зәремді алдың ба? Әйелің үйден қуып шықса болды, менің есігімді күзеткен таптың сен. Қателестің, мен Дудуды саңған соң келдім. Мұныңа Дуду да сенбейді. Дуду, осы жауымыңды айтам, тым өзі. Кіресің бе жоқ па? Кірем, кірмегенде. Жүре ғой. Қане, мен сен тосып жіберейін. Аяғым үйіп қалды ғой. Сужен, сен өзің мықтысың ғой. Ажыраса салып, арының жаман емес. Ал құлағым сенде. Бүгін телефон алған қыз кім? Ол саған телефон шалды ма?
Мен саған телефон бергем, ол жауап берді. Сен тосып көрші, маған көнбейді. Тосалмаған нес? Ұялы телефонын берші. Қане, ағайын тосып берсін. Келе ғой, іштейміз. Әй, шыныңды айтшы. Қалай таныстың? Қалай? Танымайым. Ол мені қонақ үйдің даяшысы деп қалды. Ойпырмай бірден формамен баурап алған екенсің ғой. Не деп кеттің? Ол менің ұялы телефонымды алып кетті деймін. Түсіндім. Бұл дегенің жақсылықтың нышаны емес пе? Менде ұялы телефоным қызықтырады. Сужен, сен текке жүрген жоқсың. Дегенмен, мен сені қолдаймын. Әке болған адам бала тосқанды білмеген деген сұмдық қой. Тосып үйрен. Суға Тез. түсірейін деп тұрмын. Әй, тез бол. Алдымен судың температурасын тексер. Баланы күйдіріп алма. Сужен, таң атпай тұрғаның не? Сәлеметсіз бе? Өй. Кешіріңіз, кеше сіз менің ұялы телефонымды алып кетіпсіз, ақ түсті. Ұят болды. Сіздің ұялы телефоныңыз менің сөмкеме қалай түсіп кеткеніне өзім де таңмын. Иә, осы қолыңыздағы менің нөмірім. Қайта-қайта телефон соғып жатырмын, қоңырауға жауап бермегеніңіз қалай? Кешіріңіз, телефон қоңырауын шынымен естімей қалдым. Сіз қайдасыз? Мен барып телефонды алайын деп ем. Қазір емес, тығыз шаруам бар. Болмаса түсте қонақ үйге өзім апарып берем. Мен ол қонақ үйде тұрмаймын. Оның үстіне түстен бұрын маңызды телефон келетін еді. Сіз қайда екеніңізді айтсаңыз болды, қазір барып ала салам. Шын айтам, қазір маңызды шаруам бар. Сәлден соң сізге өзім хабарласайыншы. Вай. Есенсіз бе? Вай, Сужен. Мен Сүйжан емеспін. Менің қарызым не болды? Не қылған қарыз мен түсінбедім. Сіз оған түстен кейін хабарласаң жарай ма? Рахмет. Әй. Жаң директор. Сүйженнің телефонын бір қыз алды да жаба салды. Маған бұдан былай хабарласушы болма деді. Директор, енді не істейміз? Сүйжен біздің кепілге қойғалы отырған заводты жалғалып отырғанымызды біліп қойған сияқты. Аузыңа келгенде айта бермеші. Ол қарыз беретін болады. Кешке оны тауып сөйлесеміз. Көресің. Шегірткеден қорыққан егін екпейді. Сен менің әйелмен бір ғимаратта жұмыс істейсің ғой? Не болды? Жай жын-жынға кезігіп жатсаң, мен үшін бірдеңе деші. Ол менің сөзім тыңдай қояды Онда дейсің. сенің үйіңде тұра берем. Маған бәрібір. Басқаның түгел ұмытсам да, осы тапсырмаңды ұмытпайым, Додо. Кешке келем. Додо, біз семіз ағаға барамыз, жарай ма? Жылама, болды. Жақсы. Абайлап. Жарайды, алаң болма. Сәлем, Басеке. Сәлем. Сәлем, Басеке. Кеше мен Жуйчен серіктестің директоры Яңмен тілдесіп қайттым. Материал дайын болып қалса, қазір жеткізіп берем. Барда қадағала болып қалса деген айтушы болма. Құп, Басеке. Қазір біз Пунхумен байланыс жасайды екенбіз. Мен онымен бүгін барып жолғайын ба, жоқ, бірер күн күтеміз бе? Түстен бұрын жоқ, меңгеріш Хуанға сырттай бақылап қойсын деп ескертіп қой. Түсіндім. Басеке, сізді директор келіп кетсін дейді. Жаңа қызметкер келді ау деймін. Қазір кім екен? Жоғарыдан бекітіп жіберген көрінеді. Нақтылы қалай екенін түсінбедім. Шай алыңыз. Рахмет. Сүйжен, жиналыс ашып отырсың ба? Иә. Онда тұра тұрыңдар, бізге жаңа қызметкер келді, таныстырып қояйын. Шан, келе ғой. Шан, кел. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Уаң Шәншән. Сіздердің көмектеріңізге зәрумін.
Шаншан Франциядан оқып келді. Бұл оның елге келгеннен кейінгі бірінші жұмыс екен. Сәті түсіп бізге келіп тұр. Шаншан, мен саған қызметкерлерді жай ғана таныстырып шығайын. Жарайды. Мына отырғандар Шаувей мен Мэйли, Хаңдон, Тянижің, қалғандармен өзің ақырында танысып аласың ғой. Жарайды. Оу. Ана бұрышта отырған сер жігітті көрдің бе? Ол біздің саланың өкілі. Қызмет көрсету бөлімінің орынбасар директоры Цуйжен. Цуйжен, бірер ауыз айтсаңшы. Сәлем. Жақсы қызмет көрсеткеніңіз үшін рахмет. Мен ЖЛБ серіктестігін xaridarмен жұмыс жасау бөлімінің директорының орынбасарымын. Атым Цуйжен. Біздің мақсатымыз адал да сенімді сервис көрсету. Яғни барлығына қолайлы жағдай жасау. Иә. Қолайлы болғаны жөн. Міне, қызмет көрсету деген барлық адамның көкейіне қона кететініс. Жарайды, сен өзің таныса бер. Жұмыс болса мен кабинетте болам. Жақсы, жиналысты жалғастыра беріңдер. Несі күлкілі? Тағы кездесеміз. Жиналысты жалғастырайық. Кіріңіз. Сүй Басеке, сіздің телефоныңыз... Сіздің телефоныңыз... Иә, менікі. Иә. Кешіріңізші. Оқас жоқ. Сіздің жұмысыңызды Шаувейға тапсырып қойдым. Түсінбегенін содан сұрап қойдым. Түсіндің бе? Орынбасар директор, мен бұл жұмыс орынға енді келіп жатырмын. Бұдан былай ақыл кеңес беріп тұрасыз ғой. Ақыл айтатындай ештеңе жоқ. Біздің кәсіп оқыптылықты талап етеді. Қателік жібермеу керек. Әрқашан сабырлы болу керек. Бар болғаны сол. Сіз телефонға бола ренжіп отырсыз ба? Жоқ, Мен ресми жұмыспен өзімнің жеке шаруамды ешқашан араластырмаймын. Мүлде олай ойламаңыз. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Жоқ. Онда жұмыс орныңызға бара берсеңіз болады. Жарайды, сау болыңыз. Бижан, Шаншан, кел. Бос па? Бос, кел отыр. Сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Құлағым сенде? Орынбасар бастық, Сүйжан, осы адамдармен көп тіл табыса бермейді ғой деймін. Жауымың екеуіңдікі тым тез болып кетіпті. Егер Сүйжан екеуміз сендер құсасақ, баяғыда ажырасып тынатын едік. Сүйжан әлі сенің үйіңде ме? Иә. Енді қайда барады дейсің? Сенің күйеуің елден ерекше жаралған жан. Дей тұрғанмен оған тым қатал талап қоюдың да қажеті шамалы. Қалыпты болса болды ғой. Үйге қайтарғаның жөн. Данан екеуміз білгенімізді айтып жүреміз, бірақ сен мен ауеті дегенде ішкен асын жерге қояды. Дос деген сендердей болса ғой. Осы деңгейге жетсе де, сен әлі оған шаң жотпай отырсың. Мен сенің бұрынғы әйеліңнің микроблогына қарамаған болсам, Сүйшаң сенімен еріп қызға кетті деп ойлаған болар едім. Ол саған не деп өтірік айтты? Өзің айтшы. Меніңше, оны есігінен қаратпағаның жөн. Ал мен мәселені тегін анықтау керек. Мен хатшы берейін деп ем, жүре берейін. Сен асықпай тамағыңды ішіп ал. Жын-жын қаржылық есеп дайын, көрші. Жарайды, осы бойынша істей беріңдер. Жарайды. Өй, қалайсың? Дуду қалай? Рахмет көп-көп. Жұмыстан кейін жолғамыз. Мен саған мақтанғаным емес. Ақылды адам қалай болады, білесің бе? Ол затты дұрыс таңдай алатын, қымбатқа ұрынбайтын адам. Қазір өзің көр. Бірақ сен жүргізем деп әуре болмай-ақ қой. Тек қасымда отырып рахаттансаң болды. Сананың не екенін, қандай дәрежеде екенін көресің. Бұл көлік қымбат емес, бірақ өте әдемі, мін жоқ.
жүргізуге қолайлы. Жанармайды аз жейді. Рас айтам, аз жейді. түсіндім, көлік алыпсың, білдім деймін. Жарайды, келші енді, келе бер. Жақсылап бір мақтануыма мүмкіндік берем. Жарайды, телефонды қойдым. Соң директор? Иә, біз қазір сіздердің кредит туралы өтініштеріңізді қарап жатырмыз. Біраз әбігерге салуымыз әбден мүмкін. Серіктік тәртібі солай. Жарайды, директор қызметкерлердің бірі келіп тұр. Кейін тағы әңгімелесерміз. Жақсы, мен өзім хабарласам. Жақсы, рахмет. Шаруам шаш етектен. Менде не жұмысыңыз бар? Директор Сүй, менен басқалардың бәрі бас алмай жұмыс істеп жатыр. Алмаған құжат қаратып қойғаныңыз қалай? Не? Ол жұмыс емес деп кім айтты? Сенбесең, Хандоңнан кезінде қанша құжатқа мүлген сұрап ал. Меніңше ол санынан өзде жаңылып қалған болар. Міне. Сүй директор. Сүй орынбасары директор. Сіз маған дұрыс мәміле жасап отырған жоқсыз. Ойпырмай, сонда біліп қойдыңыз ба? Әрине, мен ақмақ деп педіңіз. Ақмақ болмасаң, тіпті де құжаттарға қарап шығуға тура келеді. Сонда барып компанияны толық білетін боласыз. Оның үстіне бұл сіздің кәсіби деңгейіңізді жоғарылатуға көмектейді. Дей тұрғанмен ақылды адам ең әуелі өзін дұрыстап, көңіл күйін меңгеріп орнықтырған жөн. жұмыстан түсетін уақыт болды. Сау болыңыз. Сен екеуің қайда жүрсіңдер? Менің көлігім астында тұрақта. Жарайды, күтем. Жақсы, тезірек. Сүй директор, біз сен осында бір күн бойы күттік. Бүгін шыныңды айтшы өзі, бізге кредит бересің бе, жоқ па? Соны айтшы. Қайсы серіктікке келдіңдер? Кайрун серіктігі. Телефонға жауапты хатшыңа бергізгенің үшін сені таба алмай қалады деп едің, а? Қайдағы хатшы? Көлгірсімеш. Ой, кеше телефонымды біреу алып кетті. Бір күн телефонсыз жүрдім, сондықтан қоңырауға мен жауап бергем жоқ. Қойшы, жаңа ғана телефонмен сөйлестің ғой. Сендерге түсіндіре алмайды екем. Кайрун компаниясы дедіңдер ме? Әкел, сөйлесейін. Бізді мазақ қылайын дедің бе? Мазақ не сендерге керек? Қарыз ақша емес пе? Жапша аузыңды. Қарыз ақшасы не болды? Бересің бе жоқ па? Күніне жалға қанша беріп жатқанымызды білесің бе? Жалға алып тұрсыңдар ма? Жарайды, қарыз ақша Туралы сөйлескелі келген болсаңдар, онда бұлай таман шығып сөйлесейік. Мұнда ыңғайсыз екен. Жарайды. Барайық. Мынаны көрдіңдер ме? Бұл біздің компанияның бейне бақылауы. Ол 24 сағат бойы тоқтамай жұмыс жасайды. Үшеуің әлдеқашан камераға түсіп қалдыңдар. Сендерге кредит керек емес пе? Онда жүріңдер жоғарыға шығып сөйлесейік. Жан директор шақырып алсаңдар тіпті жақсы. Енді мына қылықтарың не деуге болады? Ал қане ұрыңдар, ұр қане. Қоқан лоққы деуге болады, бұл қылмыс болып саналатынын білесіңдер ме? Ал қане ұрыңдар, ұр қане. Қорқатын не тұр, а? Естен кіргеннен камера тұр. Түсетін болсақ әлдеқашан түсіп болдық емес пе? Мынаның өтірігін тыңдап тұрасыңдар ма? Сен өзі кімді қорқытып тұрсың, а? Айтсаңшы. Ескертпеді демеңдер. Әне қараңдар. Менің досым келді. Салмағы деген 160 килограмм. Жұдырғы тоқпақтай. Таяқтарын тастаңдар. Қане, бол тастаңдар деймін. Таса. Болыңдар деймін. Тез таста. Сүй директор.
Қане, сендерден келген кеселді мен ақ көрейін. Вай, Сунчаң, сөйшіндердің автотұрағындамын. Көлігімді қағып кетті. Сөйшінді біреулер сабап жатыр, ал мен олармен жекпе-жекке шығам. вай. Көлігімді төлеңдер! Қозғалмаңдар, қашпаңдар. Қозғалмаңдар. Бәрі шапшаң. Сәтті бітті. Ал, кеттік. 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 Мына фың-жың-жың телефон көтермейді ғой. Күте тұр. Уай, жаным. Қамсыздандыру серіктестігі не дейді? Жарайды, жаным. Үйге барған соң сөйлесеміз. Болды. Сау бола ғой. Уай, Сүй директор, тау айланбаса тас айланады. Біздің бұлай танысқанымыз әрине өкінішті. Сізден қайталап кешірім сұрайым. Бірақ сіз әлі сол телефон үшін маған осындай мәміле жасап жүрген болсаңыз, онда сөз басқаша. Сіз бәрін ұмытып, менің жұмыста алға ілгерілеуіме көмектесуіңіз керек емес пе? Қарабасыңыздың шаруасын серіктестік шаруасына араластырғаныңыз жөн емес қой. сен менің телефонымды алып кетіп, менің жұмысыма көп кедергі келтірдің. Оның үстіне сенің орныңа басқа адам келу керек болатын. Банк бастығына дер кезінде телефон беріп, оны таныстырып үлгере алмағаным үшін оның орнын сен алып қойдың. Ал сен жең ұшынан жалғасумен тамыр таныспен кірген шел сияқты кәдімгідей сынақтан өтіп келсең болмай ма? Оны жіберме. Оны жіберме. Допты мен өзім түсірем. Ұста! Қане, маған қараңдар. Қараулық жасама. Қане, бұлай тұрыңдар. Ей, олай істеме. Иә. Кешігіп қалған екем ғой. Бүгін жиналысты көпке созбайым, тек маңызды жұмыстарды ғана айтам. Болды. Сосын кетем. Басеке, бұл енді тосыннан болған жайт сияқты. Дегенмен, ренжімеңіз. Мұныңыз тым артық кеткен екен. Ренжімеңіз. Басеке, біз де сіз үшін уайымдап қалдық. Мұнысы енді сізге жасаған қысастық қой. Не деуге болады? Басеке? Алаң директор сізді кеңсесіне шақырып жатыр. Кел, отыр. Жоғарыдан сұрап жатса, бұған не деп жауап береміз? Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Не жетті сонша? Қалай болды? Түсіндірші маған. Кеште... Үйдегі қоқсығыңды айтпаш. Әйеліңмен араңдағы шаруаны жұмысқа араластырушы болма. Оны үйінде қалдыр. Қазір жұмыс туралы айт.
мынау туралы айтшы, не болды? Жұмыстан кету туралы хат? Уаң Шән жұмысқа тұрғалы бір күн болмай жатып, мынау өтінішті есіктің жапсарынан кіргізіп кетіпті. Қорқып кетсем. Айт. Келесте мұндай іс болмайды дегенім ғой. Келесі де дейсің бе? Бұл жолғыға қалай жауап береміз? Бәнке бастығы сұрай қалса не дейміз? Ол жұмыстан өзі кетті емес пе? Мүмкін бұдан басқа жақсы қызмет тауып алған шығар. Қайдағы қызметті айтып отырсың? Уаң Шаншанның өзін таппай отырмын. Телефонын алмайды. Сен қайтсең де оны тауып, жайлап сөйлесіп көрші. Жарай ма? Жоғарға дұрыс жауап айтатын болайық. Түсініп тұрмысың мені? Түсінікті. Асықпа. Енді кеше не болды, соны айтшы. Әйелің екеуің ұрсып қалдыңдар ма? Жоқ, шекемді соғып алдым. Қайда? Кімді алдап отырсың? Сен біздің серіктестіктің қызметкерісің. Мұна кейпіңмен алармандарды қалай қабылдайсың, а? Мен саған айтып тұрмын. Маған мүмкіндік бергеніңіз үшін алғысым шексіз. Бірақ Джейлбейді табан тірек тұру үшін серіктестіктегі барлық адамның көңілін табу керек екен. Нағыз тұлпарды тек атбегі ғана байқайды ғой. Сіздің көмегіңізге тағы да алғыстан басқа айтарым жоқ. Мен бұған бола жасымайым. Алға ілгерілей берем. Басеке, мынау Уаң Шаншанның заттары екен, жиыстырып әкелдім. Осында қоя сал. Басеке, Уаң Шаншан жұмысқа тұра сала, сыйлық үстіне қойған кім екен? Сұлудың аты Сұлу ғой. Иә, Сұлудың аты Сұлу. Хай, Шаншан, мен ғой Шаовей. Мені Қонжық мырза десең де болады. Танысқаным үшін өте қуаныштымын. Бұл сыйлығым саған ұнайды деп сенем. Серіктікке жаңадан келіп жатыр. Жатырсың, түсінбегеніңді сұрауыңа болады. Сен үшін қызмет көрсетуге дайынмын. Басеке, Межак серіктігі Қарыз ақша. алмақшы екен. Серіктігім жағдай жаман емес. Кредиттік лимиті де тым жоғары емес екен. Мен қарап шықтым. Міне, мәліметтерін көресіз бе? Маған олардың зауытты сатып алған туралы дәлел керек. Уақытың болса барып тексеріп қайт. Дегеніңіз болсын. Кайрунг серіктігі мәліметтер маған әкеп бер. Қазір Бұдан былай бәріміз қандай да бір келеңсіздікке тап болып жатсақ, сені іздегеніміз жөн шығар. Солай ма? мені ме? Мистер Қонжық мырза. Хай, Шаншан, мен ғой Шаовей. Мені Қонжық мырза десең де болады. Танысқаным үшін өте қуаныштымын. Бұл сыйлығым саған ұнайды деп сенем. Компанияға жаңа келіп жатырсың, түсінбегеніңді сұрауыңа болады. Сен үшін қызмет көрсетуге дайынмын. Данан аға, алдыңғы айда ремонт жасалған жабдықтардың есебін жазып жіберіп едім, көрдіңіз бе? Ей, тоқтай тұршы. Осы сенің кішкентайың тәй-тәй басты ма? Айтшы. Ол жүргелі қашан? Жүгіріп жүр. Жүгіріп жүр дейсің бе? Бала деген тез өсіп кетеді екен ғой. Қандай тамаша. Қызығы шығып дегендей. Арбаның енді қажеті жоқ шығар. Не? Біздің екінші баламыз дүниеге келейін деп жатыр. Мен саған сыйға тартқан арбаны біраз уақытқа өзіме қайтара тұрсаң бола ма? Ағасы, кезінде маған өз бағасында сатып беріп едің ғой. Балды. Сыйға берген дегеніңді түсінбедім. Ағасы, қайта сатып алайын деп пе едің? Жоқ. Қандай қараусың өзі? Шық берме, шығайбай сенсің аға. Мінгенің машина баланың арбасына бола тарыла қалғаның қалай? Мұның не? Сол көлік жөндеуге жатпай ма? Ала салып ремонтқа бергеніңе ескі машина алып бедің? Жаңа бір ақмақ соғып кетті ғой. Сенің машинаңды соғып кетті ме? Ойбай, онда ол бейшараға обал болған екен. Қалтасы қағылып шығатын болды. Маған оның ыңыршағы шыққаны керек. Бірақ ол ақмақ қолға түспейді ғой. Оның үстіне ол менің өлетін жерімді білет. Сондықтан үндей алмайым. Осы айдың кестесіне қарағанда көрсеткіш тым жаман емес. Дегенмен, алдыңғы айда міндетті асырып орындаған екенсің, мақтауға тұрады.
Сендердің бастарың істеп тұр. Оның үстіне таныстарың да көп қой. Міндет орындалады деп сенемін. Әрине орындаймыз. Директор Жо бір танысым екі серіктік ұсынып отыр. Егер осы екі серіктікке шартқа отырсақ, осы айды қойып, келесі айдағы міндетті де орындап тастауға болар еді. Рас па? Шын айтам, бірақ 5 жәшік арақ сұрап отыр. Қайтсақ екен, Басеке? Ондай болса алдымен өзің бере бер. Кейін шегін алып келсең болды, қол қойып берем. Сүй директор, шекеңізге не болған? Өткенді қазбалап қайтеміз. Жігіттер қол көтермедік деп еді. Бірақ сіздер заводты жалға алып отыр екенсіздер. Мұндай жағдайда қайт қарыз беру жұмысы болады. Өзіңіз айтыңызшы. Айтыңызшы.说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停